Тағы да сәлем достар, бұл шығарылым өз алдына қызық болайын деп тұр. Әр қайсыларыңызда осындай сұрақтар туындаған анық. Ғалам қайдан пайда болған? Ғалам пайда болғанға дейін не болған? Шынымен ғаламнан кейін не болған? Мүмкін бос кеңістік болған шығар. Жарайды, бос кеңістік болды дейік, ал бос кеңістікке дейін не болды? Ал бос кеңістік қайдан пайда болды? Бүгін монотеистік дінде де айтып жүрген жаратушы бар деп есептесек, барлығын Құдай жаратты десек, ал Құдайды кім жаратты? Құдай өзінен өзі жаралатылған жоқ. Сонымен үлкен жарылыс орын алған ба? Әлде жаратылысқа біреу қатысты ма деген сұраққа осы шығарылымда нүктесін қойсақ. Құжатты фильмдердің көбісі ғалам бір нүктеден жаралған деп шатастырып жатады. Бұл рас па? Оны қазір білетін боламыз. Ең алдымен үлкен жарылысқа дейін не болды? Соны анықтап алайық. Елестетіңіз, сіз 4 қабырғасы бар бөлмеде отырсыз. Бастысы таралу аймағы бар. Жаныңызда диван, стол, үстел, қысқа толқынды пеш және мысық бар. Алдымен бұл бөлменің температурасын 38 градусқа апарсақ, сосын 45 градусқа қойсақ, сіз шыдай аласыз. Енді 90 градусқа апарсақ, ауадағы молекула мен дивандар қозғалысы жоғарылайды. 110 градуста самса пісіріп аласыз. 200 градусқа апарсақ, мысықта өзіңізде өліп қалатыныңыз анық. 525 градусқа көтерсек, кез келген объект қызғылтым түске айналады. Ал 5500 градусқа көтерсек, яғни күннің температурасына дейін көтерсек, бұл кезде материя 4-ші қалыпқа түседі. Қатты да емес, не сұйық та емес, не газ күйге түспейді, плазмаға айналады. Электрондар орбитаны айналып жүрген шыбындарға ұқсап, атомдар мен молекулалар иондалып кетеді. Егер 1 миллиард градусқа апарсақшы, міне ғаламда үлкен жарылыс орын алады. Ядроның өзі протон мен нейронға бөлінеді, ал протонның өзі кварк пен глюонға бөлінеді. Осы тұста бөлменің іші кварк пен глюонға толы плазмаға айналады. Бізге белгісіз энергияның түрі толастап жатады. Осы тұста ғалам туралы білетініміз бен күдіктеріміздің барлығы іске аспай қалады. Ал осы сәттен кері айналдырсақ, не боларын сіз сезіп тұрған шығарсыз. Үлкен жарылыс орын алады. Әңгіме мынада, әлемдегі толып тұрған барлық ыстық пен барлық энергия басында да болған. 38 миллиард жыл бұрын ғалам белгілі бір мөлшердегі энергия бөле бастады. Біз оны сорпа деп атасақ та болады. Бұл энергияның бастапқы қалпының қалай болған елестете алмаймыз да. Бірақ онда өте күшті қысымның болған білеміз. Іші қысымдалған хлопушканы көріп пе едіңіз? Атқан кезде не болатынын білесіз. Деп көріңіз. Бұны түсіну үшін Хаббл телескопы көмектесті. Мынау ғаламның екі схемадағы көрінісі. Сол жағында үлкен жарылыстан кейінгі 1 миллиард жыл бұрынғысы, ал оң жағындағы ғаламның қазіргі түрі. Рамканың көлемі 93 миллиард жарық жылдамдығын құрайды. Ал жасыл түсті домалақ пішін ғаламның көрінетін бөлігі. Рамкасы шексіз артқа айналдырсақ, жасыл түсті пішін бір нүктеге жиналады. Міне, осы нүкте бастағы айтып жатқан энергияға толы бөлмеміз. Осы шексіз рамка үнемі толастап отырады. Үлкен жарылыс нақты бір нүктеде пайда болған жоқ. Ол барлық жерде және бірдей уақытта жүзеге асты. Қызығы мынада, мұны салыстырмалық теориясына салатын болсақ, бір түрлі түсінік шығады. Бүкіл ғалам қара құрдымға тән қасиеттерге ие екенін білеміз. Бірақ қара құрдым бос кеңістіктің бір жерінде емес, ол
барлық жерде және бірдей уақытта болады. Әр денелердің ара қашықтығы жарық жылдамдығымен үлкейе береді. Денелер алшақтамайды, денелер арасындағы бос кеңістік үлкейе түседі. Бұның атауын сингулярность деп атайды. Сингулярность математика тілімен айтқанда тесік деген мағына береді. Бізге ғаламның шексіз екені факт, мойындау керек. Үлкен жарылыс кезінде де шексіз болған, ал біз қазір көріп жүрген ғалам жинақталған түрі және шексіз жалғаса береді. Біз жай ғана ғаламның басқа бөліктері жайлы білмейміз, себебі көре алмай тұрмыз. Бір нәрсе ғана белгілі, ғалам үнемі кеңейе береді. Ғалам бір жерге қарай кеңеймейді. Осыны түсінуіміз керек. Ол өз ішінен кеңістік қоса отырып кеңейе береді. Ғалам шексіз деп жатқанымыздың да себебі осы. Бұл мысалды Гилберттің қонақ үйімен келтіруге болады. Егер бөлмесі көп шексіз қонақ үй деп алсақ, бірақ бөлмелер бос болмаса, жаңадан келген қонаққа біреуін босатып беруге тура келеді. Ол үшін бірінші бөлмедегі екінші бөлмеге, екінші бөлмедегі үшінші бөлмеге көшеді. Осылай жалғасып кете береді. Ал жаңа келген қонақ бірінші бөлмеге орналасады. Яғни қонақ үй басынан жаңасын тұрғызбайды. Санамызға мынадай сұрақ келуі мүмкін. Егер ғалам кеңейіп жатса, біз де кеңейіп жатырмыз ба деген. Жердің айдан бөлінгені сияқты, немесе күннің айдан бөлінгені сияқты ішіміздегі атомдар да бір-бірінен бөлініп жатыр ма? Бұның жауабы тартылыс күші, яғни гравитация. Біздің күн жүйемізде кеңею мүлдем қалмаған, ал ғаламда бұл үрдіс керісінше жүреді. Объект бізден жарық жылдамдығымен тез алыстайтын шекара Хаббл сферасы деп аталынады. Хаббл сферасы да кеңістіктің кеңеюімен үнемі үлкейіп отырады. Хаббл сферасы үлкейіп объектіні жетіп алып, жарықты сезе алатын күнде алыс емес. Біз ең мықты телескоппен үлкен жарылысты көре аламыз ба деген сұрақ мазалауы мүмкін. Иә, көре аламыз, бірақ жарылыстың өзін емес, тек қана бастапқы жарығын ғана көре аламыз. Оны үлкен жарылыстың эхосы деп атасақ та болады. Миллиардтаған жылдан соң біздің ұрпақтар ғаламның кеңейгені соншалық өзінің ғана ғаламшарын көре алатын болады. Сондықтан ғалымдар оның көшірмесін жасап қойды. Адам миында шекара жоқ екенін мойындау керек. Бүгінде көзі көрмейтін соқыр адам ғаламды көре алмауы мүмкін, бірақ қолмен ұстап көре алады. Сонымен достар, мынада теория бар. Ғалам мен уақыт шексіз, яғни кез келген оқиға сөзсіз, тіпті мүмкін емес деген екен. Рэй Брэдберидің мынадай сөзі бар. Сіз өзіңіздің қаншалықты елеусіз және жалғыз екеніңізді сезбейінше, ғаламды өлшеу де, есептеу де мүмкін емес. Жер қалай пайда болды және ғасырлар бойы не өзгерді? Ойша 5 миллиард жыл кейінге шегініп көрейікші. Ол уақытта жер жоқ, бірақ жаңа жұлдыз, күн пайда болып келе жатқан. Міне, осы уақытта ғаламда қызық жағдай орын алды. Ғарыштағы ғарыш тозаңдары бір-біріне тартылып, тастарды құрай бастады. Бұл процесс өте ұзақ уақытқа созылды. 4,5 миллиард жыл бұрын бір-біріне тартылып жиналған тастардан шар тәріздес жер құралды. Әзірге эллипс тәрізді отты шарға ұсаңқырап кететін. Жердегі температура 1200 градус болды және жерде ауа жоқ еді. Тек көмір қышқыл газы ғана болған. Жердің қыртысы тек сұйық лавадан тұрды. Ал ол уақытта қатты жер болған жоқ. Дәл сол уақытта күтпеген жағдай орын алды. Жер сияқты Дея есімді жас планета жерге қарай бағыт алды. Көлемі Марспен бірдей планета 15 км сағатпен жүріп отырып, жерге келіп соғысты. 1000 жылдан соң Сатурн сияқты жерде де тас сақиналары құрала бастады. Тағы да бірнеше мың жыл уақыт өткен соң, осы жиналған тас сақиналарынан
диаметрі 3000 километр құрайтын шар пайда болды. Ол шар ай етін. Ай ол кезде қазірге қарағанда әлде қайда жерге жақын болады. Соққының кесірінен жердің айналуы тез болғаны соншалық, бір күннің уақыты 6 сағаттан ғана тұрды. 600 миллион жылдан соң жерге үлкен көлемдегі метеориттер құлай бастады. Бұл метеорит күн жүйесінен пайда болған. Әр метеоритте аздаған су тамшылары болды. Метеориттер 20 миллион жыл бойы жерге құлауын тоқтатпады. Соның әсерінен жерде су шұңқырлары пайда бола бастады. Жердің температурасы ол кезде 70 градусқа дейін түсті. Ал жердің ядросы ыстық күйінде қалды. Лавалардың көптеп атқылауының себебінен жер беті қабыршықтанып, қатты жерлер пайда бола бастады. Айдың жерге жақындығынан және тартылыс күшінен жер бетінде мұхиттар пайда болды. Уақыт өте келе, ай жерден алшақтай бастаған соң, мұхиттар мен теңіздер қалыпқа келіп, жер ақырын айнала бастады. 700 миллион жыл өткен соң, жер беті тек мұхиттармен қапталған және әр жерден бір аралдар көрініп тұрды. Сол уақытта әлі суы қоймаған лавалар суларды бөліп қатып қалды. Міне осылай жер бетінде аралдар қалыптаса бастады. 3 миллиард жыл өткен соң жердің түрі қазіргі кезге ұқсап қалған кез еді. Бірақ метеориттер жерге құлауын тоқтатқан жоқ. Олар бұл жолы тек суды ғана алып келген жоқ еді. Мұхитқа құлап, сумен және судағы басқа заттармен байланысқа түсудің әсерінен әртүрлі химиялық заттар пайда болды. Осылай жер бетінде алғашқы бір жасушалы тірі ағзалар пайда болды. Бірнеше миллиондаған жылдан соң бір жасушалар мүлдем өзгерген жоқ, бірақ бір-бірінен көбейіп, строматолитті қалыптасып топтаса бастады. Су асты строматолиттер фотосинтез арқылы күннен энергия алып, көмірқышқыл газы мен глюкоза бөлу арқылы оттегін айналдырды. Оттегі ақырындап су бетіне шығып, атмосфера қалыптастыра бастайды. Яғни, строматолиттер болмағанда ешқандай тіршілік көзі болмайтын еді. Арадан тағы 2 миллиард жыл өтеді. Жердегі ауаның көлемі жоғарылай береді. Жер барған сайын ақырын айналып, күн ұзара түседі. 1,5 миллиард жыл бұрын жер өмір сүруге дайын болады. Сосын жердің ядросы мен су асты ыстық лавалар плиталарға әсер етіп, құрлықтарға бөле бастайды. Әзірге бос жатқан жерлер бүгінгі Марсқа ұқсайтын түрге ұқсайды. Бірақ тіршілік етуге дайын еді. Барлық жерде жанартау атқылаулар күшейе түсті. Жерлер бөліну арқылы жаңа құрлықтар қалыптасты. Көмірқышқыл газы жер бетінде сумен араласып қышқыл жаңбыр жауды. Бірнеше мың жылдар бойы жер температурасы 50 градусқа дейін түсіп кетіп, жер бетін қалыңдығы 3 километр жететін мұз қаптайды. Мұздықтың әсерінен жер бетіне түскен күн сәулесі мен жылуы ғарышқа кері шағылысады. Жер ядросы әлі де болса ыстық еді. Соның салдарынан жанартаулар атқылап, жер бетіне көмірқышқыл газын жібереді. 15 миллион жылға созылған суық пен жылудың арпалысы мұздың еруімен аяқталады. Біздің заманымызға дейін 600 миллион жыл бұрын ауа температурасы біздікіндей сияқты тұрақтана бастайды. Мұздық дәуірінде барлық бактериялар өліп, тек мұхиттың тереңінде жатқандар ғана тірі қалған. 540 миллион жыл бұрын тірі қалған бактериялар эволюцияға ұшырай бастайды. Мұхиттағы жоғары оттегінің әсерінен алғашқы ұлулар пайда болады. Алғашқыда құрттар, губкалар және жәндіктердің түп атасы саналатын трилобити пайда болған. Сосын ұлғая келе аномалокалистерді қалыптастырады. Аномалокалистер жер бетіндегі алғашқы жыртқыштар болған және
триолобитилермен қоректенген. Мұхитта 10 мыңдаған өсімдіктер мен жануарлар өмір сүре бастады. Бірақ бұлар күннің әсерінен болатын радиациядан құрғақ жерде өмір сүруге дайын емес еді. Бірнеше мың жылдан соң тағы да табиғатта таңғаларлық оқиға орын алады. Мұхиттан бөлініп шығатын қышқыл мен радиация химиялық әрекетке түсіп, озон деген газ қалыптастырып шығарады. Озон ақырындап жер бетін жайлап 120 миллион жылға созылады. Озон қабатының қалыңдығы соншалық жер бетіне радиация түсуіне мүмкіндік бермейді. 370 миллион жыл бұрын жер бетінде алғашқы өсімдіктер шыға бастайды. Олар да ауаға қышқыл бөлуге атсалысады. Ал суда алғашқы тикталик атты балық тіршілік бастап кеткен еді. Тикталик аяқ орнына өзінің қанаттарын пайдалана бастап, жер бетіне өсімдіктер көп жерге шыға бастайды. Міне, осы балық түрі 15 миллион жыл бойы ақырындап 4 аяқтыға айналады. Олар судан кетіп, айтарлықтай мықты аяқ қолдар қалыптастырып, құрғақ жерде өмір сүре алатын кесіртке немесе жануарға айналады. 360 миллион жыл бұрын судағы көптеген жануарлар жер бетіне шыға бастайды. Осы тіршілік иелерінен динозаврлар, құстар мен сүтқоректілер қалыптасып дамиды. Сонымен қатар ормандар мен джунглиді мүктер мен өте үлкен папаротиктер де қаптап кетті. Осымен бұл шығарылымды аяқтаймын. Өткен шығарылымда приматтардың адамдардың қалай қалыптасқанын айтқан болатынмын. Келесі шығарылымда динозавр дәуірі қалай аяқталды бірге білетін боламыз. Ал сіздер ізденісті тоқтатпаңыз. Бізді ақиқатқа апаратын бірден бір жол ол ғылым мен білім. Ізденістен жалықпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.